Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет, өте нәзік болып шығатын гуляш дайындаймын. Ол үшін етімізді осылай кубик қып үлкендеу қып тураймыз. Табаға майымызды құйып, етімізді салып, қуыра бастаймыз. Міндетті түрде араластыра отырып, жақсылап қуырамыз. Үстінен тұзымыз бен қара бұрышымызды себуді ұмытпаймыз. Және де пиязымызды турап, етіміз жақсы қуырылғаннан кейін пиязымызды қосып, араластырамыз. 2 қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Тамаққа ерекше дәм беретін лавр жапырағын салып, суымызды құямыз. Қайнаған соң астын басып баяу отта бұқтырамыз. Соусымыз үшін бөлек табада ұнды жақсылап қуырып аламыз. Қоңыр түс болғаннан кейін су құйып, жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Соусымыз біркелкі болғаннан кейін етіміздің үстіне құйып, тағы баяу отта 10-15 минут ұстаймыз. Ал енді гарнирімізға картопымызды осылай турап, суға пісіріп аламыз. Піскен картопымызды басқа ыдысқа салып, жақсылап еземіз. Үстінен кішкене сары май, сүт қосып, пюре жасаймыз. Массамызды жақсылап араластырып, дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, пюремізді біркелкі етіп еземіз. Пюреміз біркелкі болғаннан кейін тамағымызды ұсына беруге болады. Менің рецептім ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.